Бүгін біз 6 сыныпқа арналған қазақ тілінің тест тапсырмаларын талдайтын боламыз. Бірінші мәтін. Әмір Темір тарихтағы жер жүзін бағындырған ең ірі қолбасшылардың бірі. 1336 жылы Кеш ауылында туылған. Жақсы тәлім алған Әмір Темір 1370 жылы Самарқандта таққа отырып, Мауреннахрдың билігін қолына алды. Қытаймен Делиге дейінгі бүкіл Азияны, Ирак, Сирия және Измирге дейінгі Анадолыны басып алды. Қытайға жорыққа бара жатып, 1405 жылы 20 ақпанда қайтыс болды. Қабірі Самарқандта. Өте данышпан және ұлы әмірші болған. Өте көп медресе және кітапханалар аштырған. Бірінші сұрақ. Мәтіннің жанрын анықтаңыз. А. Түсініктеме. Б. Мінездеме. С. Өмірбаян. Д. Хабарландыру. Дұрыс жауабы өмірбаян. Екінші мәтін. Қазақта бейтаныс екі адам кездессе, жасы кіші сәлем береді. Жасы үлкені сәлем алады. Жас бала үлкен кісіден атын кім деп сұрамайды. Екінші сұрақ. Мәтіннің негізгі идеясы неде? А. Дұрыс сәлемдесу. Б. Үлкенді құрметтей білу. С. Амандаса білу. Д. Қазақтың дәстүрін насихаттау. Дұрыс жауабы А. Дұрыс сәлемдесу мәтіннің негізгі идеясы болады. Үшінші мәтін. Балалар сабақтан қайтты. Аспан бұлттанып тұр. Сіркіреп жауын жауа бастады. Жауын басылмастан қатты жел тұрды. Енді не істеу керек? Олар жақын жердегі сарайды паналады. Табиғат қандай қызық. Бір демде ала дүлей болып кетуінің себебі неде? Үшінші сұрақ. Автор бұл арқылы не айтқысы келді? А. Балалар мен табиғат арасында байланыс бар екенін. Б. Балалардың сабақтан қалай қайтқанын. С. Балалардың жауыннан қалай қорғанғанын. Д. Табиғаттың тылсым күштерге толы екенін ұғындыру. Үшінші сұрақтың жауабы Д. Төртінші мәтін. Африкада ғажайып ұя жасайтын құс бар. Олардың ұясының сыртқы көрінісі шөмеле тәріздес. Қалыңдығы 2 метр, кеңдігі 5 метр. Кірер аузында түтік тәрізді жіңішке дәлізі бар. Ол дәлізден жылан балаларға жете алмайды. Дәліз іші тікенекпен қоршалған. Төртінші сұрақ. Мәтінге қандай тақырып қояр едіңіз? А. Ұяның құрылысы. Б. Дәліз іші. С. Дәліз. Д. Африка құсы. Дұрыс жауабы ұяның құрылысы. Бесінші мәтін арпалыс. Айдала. Терістіктен темірдей қарып ызғырық желеседі. Жападан жалғыз, шалқасынан жатыр. Бүкіл ту сырты тұтаса мұздап, тұрайын десе тұра алмайды. Өзінен не болғанын білмейді. Аттан жығылған деуге сынған, мертіккен ештеңесі жоқ сияқты, бірақ тұла бойы ап-ауыр. Жып-жылы бірдеңе маңдайынан қайта-қайта сипалайды. Бұл не болды екен? Жүгенін сылдырлатып, қасына кеп, жылқы қайратын шаракөз шабдар айғыры жып-жұмсақ еріндермен маңдайын ұйпалап, ескеп тұрғаннан сау ма? Жоқ, әлде бірақ олай болу мүмкін емес. Ол ешқашан бұның маңайына бүйтіп жақындап көрген жоқ. Тек анадайдан анда-санда ғана бір жылжып қоятын. Ал қазір қасына келгендей, маңдайынан сипағандай, құлағына бірдеңе деп күбірлегендей. Бесінші сұрақ. Жүген дегенді қалай түсінесіз? А. Ер-тұрман әбзелі. Б. Тыныш жер. С. Адамсыз жер. Д. Жылқы түрі. Дұрыс жауабы жүген дегеніміз ер-тұрман әбзелі. Алтыншы сұрақ. Асты сызылған сөздің антонимін көрсетіңіз. Асты сызылған сөз анда-санда. Ол иногда дегенді білдіреді. А. Кейде. Б. Кейбір. С. Үнемі. Д. Ешқашан. Дұрыс жауабы үнемі. Всегда. Всегда. Иногда, яғни анда-санда үнемі антоним сөздер. Алтыншы мәтін. Көмір көріксіз қара тас. Алайда оның пайдасы мол.
Көмірмен үй жылытады. Суда көмірмен ысиды. Көмір шаруашылықтың барлық саласында қолданылады. Сондықтан оны халқымыз қара деп те атайды. Алғашқыда көмірді адамдар тауып алды. Пайдасын кейін түсінді. Біртіндеп оны халықтың игілігіне жаратуды үйренді. Біздің мемлекетімізде атақты 2 көмір кені бар. Олар Қарағанды мен Екібастұз. 7-ші сұрақ. Бірінші абзацтағы көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойыңыз. Қара. А. Көмір. Б. Тас. С. Алтын. С. Алтын. Д. Мұнай. Дұрыс жауабы А. Көмір. Қара көмір деп те атайды. 8-ші сұрақ. Екінші абзацтағы көп нүктенің орнына қай сөзді қоюға болады? Алғашқыда көмірді адамдар тауып алды. А. Әдейі. Б. Қасақана. С. Кездейсоқ. Д. Іздеп жүріп. Дұрыс жауабы кездейсоқ тауып алды. 7-ші мәтін. Күн сәулесі күн көңіл күйді көтеріп күйзелістің алдын алады. Д. Дәрумен адамның сөйлеу мүшесінің қайсысына пайдалы дейді? Тіс. Он бірінші сұрақ. Д. Дәрумені адамның сөйлеу мүшесінің қайсысына пайдалы? А. Тіс. Б. Тіл. С. Ерін. Д. Жақ. Дұрыс жауабы тіс. Сегізінші мәтін. Әлем құпия мен тылсым сырға толы. Сондай қызықты жерлердің бірі Тибет елінде орналасқан Қайлас тауы. Қайлас әлемдегі ең көп әрі ең ірі пирамидалар орналасқан өлке. Бұған Мысыр не болмаса Оңтүстік Америкадағы атақты пирамидалардың өзі тең келе қоймайды. Мәселен, бүгінге дейін жалпақ жаһандағы ең биік алып пирамида Мысырдағы Хеопс деп саналып келді. Оның биіктігі 146 метр. Ал Қайлас тауындағы пирамидалардың кейбірінің биіктігі 100 метрден 1800 метрге дейін жетеді. Мәселен, бүгінгі ғылымның есептеуінше, Мысырдағы ұлы пирамида Хеопстың салмағы 6,5 миллион тонна көрінеді. Әрине, барлық құрылыс заттарын қосқанда. Ақылым заман тұрмақ, мұндай алып құрылысты жүргізуге 100 тонналық тас қабырғаларды шырқау биікке көтеруге қазіргі жетік техниканың мүмкіндігі келмейді екен. 12-ші сұрақ. Мәтіннен негізгі ақпаратты табыңыз. А. Әлем құпия мен сырға толы. Б. Пирамида салуға қазіргі техниканың мүмкіндігі келмейді. С. Қайлас тауында ең биік пирамидалар орналасқан. Д. Ежелгі Мысыр жерінде Хеопс пирамидасы орналасқан. Дұрыс жауабы С. 13-ші сұрақ. Мәтін бойынша ең биік пирамида. А. Қайлас. Б. Хеопс. С. Мысыр. Д. Тибет. Дұрыс жауабы Хеопс. 14-ші сұрақ. Соңғы сөйлемнен қандай қорытынды шығаруға болады? Ақылым заман тұрмақ, мұндай алып құрылысты жүргізуге 100 тонналық тас қабырғаларды шырқау биікке көтеруге қазіргі жетік техниканың мүмкіндігі келмейді екен. А. Қабырға салуға болмайды. Б. Қазіргі таңда пирамида сала алмаймыз. С. Қазіргі таңда пирамида сала аламыз. Д. Қазір пирамидалар жоқ. Дұрыс жауабы Б. 15-ші сұрақ. Қайлас тауы қайда орналасқан? А. Мысырда. Б. Оңтүстік Америкада. С. Тибетте. Д. Америкада. Дұрыс жауабы Қайлас тауы Тибетте орналасқан. 16-шы сұрақ. Мәтіннің түрін анықтаңыз. А. Сипаттау. Б. Әңгімелеу. С. Баяндау. Д. Хабарлау. Дұрыс жауабы хабарлау.
9-шы мәтін. Еңбекпен тапқан тиын. Біреудің ерке ұлы болыпты. Өзі жалқау екен. Әкесі оны бағып-қағып асырапты. Ақыры кәрілік жеңіп, сырқаты күшейген әке әйеліне айтыпты: "Ұлыма ештеңе қалдырмаймын. Ол жалқау. Барды ұқсату, табыс табу бұның қолынан келмейді." Жаны ашыған анасы ұлына 10 сомдық алтын береді. "Мынаны еңбегіме алған едім" деп, әкеңе алтынды сыйлағайсың. Кешке алтынды әкесіне сынады. Алтынды шал лаулап жанып жатқан пешке лақтырып жіберіп, "Бұл сенің еңбекпен тапқан ақшан емес" дейді. Қулықтан ештеңе шықпайтын білген анасы: "Біз әкеңді алдай алмайтын көрінеміз бала. Онан да ақшаны жұмыс істеп тап" деп ақылын айтыпты. Бала үйінен кетіп, апта бойы жұмыс істейді. Тапқан тиынын әкесіне әкеп береді. Қария алтынды тағы да отқа лақтырып жібереді. Бұған ұлы шыдай алмай, жалаңаш қолмен ақшаны суырып алады да: "Әке, мен бұл тиынды апта бойы шаршап шалдығып жүріп таптым. Мұныңыз қалай?" деп айқай салыпты. Әкесі тұрып: "Бұл ақшаны өз еңбегімен тапқан екенсің балам. Көзім енді жетті" депті ұлына. 17-ші сұрақ. Мәтінде асты сызылған сөзге мәндес сөз табыңыз. Сырқаты. А. Өлімі. Б. Ауруы. С. Махаббаты. Д. Жалқаулығы. Дұрыс жауабы ауруы, сырқаты. Өзара мәндес сөздер. 18-ші сұрақ. Мәтіндегі оқиғаларды ретімен орналастырыңыз. Сенбеу, еңбекқорлық, кәрілік, жалқаулық. Бірінші жалқаулық, одан кейін кәрілік, одан кейін сенбеушілік және ең соңғы еңбекқорлық болады. Яғни 4, 3, 1, 2. Ол жауап бізде Д. Дұрыс жауабы Д. 19-ші сұрақ. Мәтін мазмұнына сай мақал-мәтелді табыңыз. А. Бірінші байлық, денсаулық. Жоқ, бұл жерде денсаулық жайлы айтылмаған. Б. Өтірікке алданба, басың бәлеге душар болар. С. Білім басқа бітеді. Д. Бейнетің қатты болса, татқаның тәтті болар. Бұл жерде еңбекқорлық туралы айтып отыр. Дұрыс жауабы Д. 20-ші сұрақ. Әкесі неліктен алтынды отқа лақтырып жіберді? А. Сынамақшы болды. Б. Керек болмады. С. Алтын болмады. Д. Мақтанғысы келді. Дұрыс жауабы сынамақшы болды. Әкесі баласын сынамақшы болған. Құрметті оқушылар, осымен біздің 6-шы сыныпқа арналған тест тапсырмаларымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.